Барлықтарыңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге гүліме су құятын боламын. Менде бұл алғашқы 3 гүлім. Енді пеперония, одан кейін традисканция, одан кейін барып үшіншісі қандай еді, в общем, үшіншісін ұмытып қалдым. В общем, осы 3 гүлді пока жаңағыдай қарап, бағып көретін болам. Егер де жақсы қарап, жақсы өсетін болса, онда тағы да жалғастыратын боламын. Бірақ енді көп гүл асыраймын деген ондай ой жоқ. Өзіме ұнайтын 3-4 гүлді асырайтын шығармын енді. Пока осыдан бастадым. Енді топырақтар қатты кеуіп қалған. Сол жақсы ма дедім. Сол кезде жаңағыдай шөлдеп тұрып ішкен суынан әжептәуір жаңағыдай тағы да биікке көтеріледі да, сол жері жақсы. Оның алдында енді топырақтары сәл кеппей тағы да үстіне құйып жібердім. Сонымен кішкене ауырып қалды ма, білмедім, әйтеуір. Кішкене болса да түрлері онша емес көрінді. Енді үйреніп келе жатырмын. Гүлге қалай су құю керек, гүлді қалай баптау керек екен. Бұның алдында ешқандай гүлден хабарым жоқ еді. Бұрындары өсіргенім бар, бірақ ол кезде гүлдерім өте керемет өсті. Прям жаңағыдай биік болып өсті. Одан кейін білмеймін, жалықтым ба, или кейін бір гүлдерім ауырды ма, білмеймін, әйтеуір барлығын тараттым, саттым, сонымен гүл асыраған жоқпын. Одан кейін есімнен шығып қалды, қалай қарайтынын, қалай жаңағыдай өсіретінін, сонымен қайтадан осылай есіме түсіріп жатырмын барлығын. Пока осы гүлдер маған ұнайды. Гүл деген емес, осындай жасыл жапырақты болғандар өте қатты ұнайды, әсіресе үлкен гүлдер. Мына гүл енді мен байлап жатқан гүлді үлкен қылып өсіріп көремін. Бұл енді үстінен өсе береді екен, ұзын болып. Бұған жаңағыдай темір байлап қойдым. Ол темір негізі даладан тауып алған болатынмын. Сөйтіп жуып үйге әкеп осы гүлге байлап қойған болатын. Кейін гүлдегі жаңағыдай үстінен өскенін мен қырқып алдым да жан-жағына отырғыздым. Енді қырықпаймын, ұзыннан өсе берсін. Темірді лақтырмағаным қандай жақсы болды деймін. Жаңағыдай буфеттің астына қойып қойған болатынмын. Традисканция, ол біз енді шырмауық болып өседі. Ол да жақсы өсіп келе жатыр. Оның алдында неге қойып қойған болатын, микроволновканың үстіне. Сол кезде сол микроволновканың үстінде негізі онша қатты өскен жоқ, кішкене ауырып қалды. Одан кейін ауырғаннан кейін оны терезенің алдына қойып қойдым. Терезенің алдында өзін жақсы сезінді. Жаңағыдай жақсы өсіп келе жатыр. Енді сіздермен бірге жақсылап осы столдың үстін жинастырып аламыз. Тек қана үстін емес, тартпаларын да жақсылап жинастыратын боламыз. Өйткені косметикалардың барлығы шашылып, ішінде қоқымдар бар екен. В общем, өзім жинастырған кезде таң қалдым. Іші таза екен деп жүрсем, кәдімгідей шашылып кеткен екен. Бірінші бетіме крем жағып алып жатырмын. Негізі сразу жағу керек, мен есімнен шығып кетті. Мен жағатын крем, ол бізде SPF, қысы жазы SPF жағам, уже соған үйреніп қалғам. Мінекей сіздермен бірге осы жерді жақсылап жинастырып алатын болам. Одан кейін маған пробникке неше түрлі жаңағыдай кремдер берген болатын, бірақ енді оларды жағам деп ұмытып кетіппін. Бір-екеуін ашып көрген болатын, ішінде құртылып кетіпті. Сонымен барлығын тастайтын боламын. Мына жерде осындай контейнер бар екен. Осы контейнерлерді жақсылап сүртіп алатын болам. Бұл контейнерлердің іші кәдімгідей жаңағыдай шашылып, бояулар жағылып қалған екен. Контейнер өте керемет, жақсы, әппақ болғанмен ішіндегі жаңағыдай дақтары тез кетеді. Салфеткамен ақ кетіріп тастадым, жақсылап сүртіп. Бұрындары мен ойлайтын, ақ болған кезде жаңағыдай контейнер ішіндегі дақтар кетпейтін деп. Өйткені Алматыға осындай контейнер алып бердім ғой. Енді Алматыда ручка, карандаш барлығы тұрады. Сол кезде қанша дегенде сызылады, жаңағыдай бояулар жағылады дегендей. Сүрткен кезде тез кетіп қалды. Өзіме қатты ұнады. Бұл контейнер негізі, по-моему, фикс прайстан алдым. 2000 теңгедей ма тұрады. Жаңағыдай Зета магазиннен көрген болатын, бірақ Зета магазинде өте қатты қымбат болған. Мен ала алмай қалған болатын, өте қымбат деп. Кейін фикс прайстан көрдім. Ол жерде қолжетімді бағада болғандықтан сол жерден алған болатын. Қара түсінен бар, және де ақ түсінен бар екен. Мен ақ түсін ұнаттым. Енді тағы да алайын десем, мына жерге сыймайды екен ол. Менің тартпам өте кішкентай. Мінекей қосымша тағы контейнер алып келдім. Қосымша заттарымды салайын десем, ол контейнер мүлдем сыймайды бұл жерге. Сонымен ол контейнерді қайтадан орнына қоятын боламын. Мына жерде енді сыйғанша осыларды қайтадан орнына қойып қойдым. Майда шүйде менде резинкасы бар, заголкасы бар, басқасы бар. Осы жерде барлығы жаңағыдай тұрады. Үшінші полкада менде жаңағы майда шүйде, ол жерде де. Одан кейін артық заттарды алып тастамақшымын. Бұларды мүлдем қолданбайды екем, сондықтан оларды басқа жаққа қоятын боламын. Бұл жерге тек қана үнемі қолданатын заттарды ғана қойып жатырмын. Бұл жерде әжептәуір орын
бос қалды. Мінекей өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай. Бұл жерге тағы да біраз нәрсе салуға болады. Ендігі кезекте сіздермен бірге тартпадан алынған заттарды орналастыратын боламыз. Менде жаңағыдай штативтің чехолы, одан кейін компьютердің бетін тазалайтын сондай майда шүйде заттардың барлығын шкафтың төбесіне қойып қоятын боламын. Одан кейін мен кисточкаларымды шығардым, оларды жуатын боламын. Одан кейін спонж бар, бьюти, тағы не деп еді, в общем, сондай деп айтады. Есімнен шығып қалды, мен спонж деймін көбінесе. Менде кисточка аз, тағы да қосымша алу керек. Мен енді ондай қатты бояна бермеймін, бояна да алмаймын шын айтқанда. Тек қана тоналка жағам, одан кейін барып кішкене көзімді бояймын. Кірпігімді енді бояған кезде бояймын, бояғым келмесе мүлдем боямаймын, қайырып қоя саламын. Ернімді де анда-санда бір бояп қоямын, бірақ көбінесе бальзам жағып жүремін. Бір қатты боянған емеспін, бір кереметтей боянып үйрену керек негізі. Одан кейін менде осындай қоқыстар шықты, резинкам үзіліп қалған болатын, сондай бантигі бар еді, оны да тастайтын боламын. Одан кейін мына пробниктерді тастайтын боламын. Одан кейін менде мынандай мерка жүр, білмеймін ол неғып жүрген бұл жерде. Одан кейін тушты тастайтын боламын. Туштарды не үшін сақтап жүргенін өзім де білмеймін, әйтеуір оларды да сақтап жүр екем. Енді біреуін тастадым, біреуін ішіне жақсылап тазалап жуып қойған болатын, оған май құям деп алып қойдым. Одан кейін оған емес, басқа ыдысқа құятын болып, енді басқа ыдыста тұр ол май. Енді ол жаңағыдай туштың пустой баночкасына басқа нәрсе құятын боламыз. Енді боянуға келетін болсақ, мен көбінесе жаңағы интернеттерден қарап отырамын да, сол кезде кішкентай қыздарда өте әдемі боянады. Одан кейін ер адамдардың боянғанын көремін, өте керемет боянады. Маған да боянып үйрену үшін маған курсқа бару керек. Сол кезде кішкене болса да қолымды үйретіп үйреніп алатын шығар. Мінекей сіздермен бірге жақсылап жинастырып алдым. Жинаққа болып қалды, өзіме қатты ұнады. В общем, бетіндегі шаңын көрсен айта алмаймын енді сіздерге. Кәдімгідей шаң жиналып қалған. На стол негізі шаңды өте қатты жинайды. Бет анда тегіс емес та, кедір-бұдыр. Сол жері жаман екен. Шаңды кетіре алмайсың. Ол үшін үнемі бетін сүртіп тұру керек. Оған енді үнемі қайта-қайта сүрте бермейсің ғой. Әйтеуір уақыт келгенде сүртіп аласың әйтеуір. Былай кішкентай, өте кішкентай стол, бұрыннан бері айтып келе жатырмын, өте кішкентай стол деп. Енді нолевой класстарға өте керемет келеді енді. Мен өзім өкініп қалдым, алғаныма лучше үлкендеу стол алу керек па екен деп ойлап қалдым. Тартпаның ішін ашып көрсетіп жатырмын. Бұл жерде енді біраз косметикаларымды влажный салфеткамен сүртіп қойдым. Көбісі бұлғанады, жаңа боянасың, кей кезде қолың тоналка болып қалады, сол кезде ұстай саласың, сондай іздер қалып қалған. В общем, майы бар, басқасы бар дегендей, солардың барлығын жақсылап сүртіп алдым. Мінекей менде үшінші тартпа. Енді тағы да айтам, бос қалды. Бұл жерге толтыратын боламыз. Одан кейін соңғы тартпа, менде бұл жерде оқулықтар, бұл жер мүлдем шашылмайды. Сондықтан ол жерге вообще тиіспеймін. Одан кейін Алматтың да жаңағыдай столын жақсылап сүртіп алдым. Мінекей бұл жерде қатты шаң болып қалған. Енді бұл жерде Алматтың тумбочкасы мен тартпасына мүлдем тиіспеймін, өзі жинастырып, өзі қояды. Одан кейін Алмат өзіне осындай расписание жазып қойды. Енді көбінесе бізде барлығы телефонда ғой, телефоннан қарап жаңағыдай көреді, телефоннан қарап жазады дегендей. Соның телефон галереясына осындай сабақ кестесін сақтап қойған, оны ашып қараймын дегенше де бірталай уақыт мен Алматқа айттым, осылайынан жазып іліп қой, сол кезде өзіңе оңай болады деп, сонымен осылай жазып іліп қойдық. Мен ойлаймын, бұрынғы күнделігі жақсы деп, өйткені расписанияны жазасын, үй тапсырмасын жазасын. Қазіргі күнделікті енді мүлдем ештеңе жоқ. Үй тапсырмасын енді қалай көреді, қалай жазады, ол жағын енді білмеймін, бірақ енді бір-бірлерінен WhatsApp-тан сұрап жатады, үй тапсырмасына не берді деп әйтеуір соны сұрайды, соны біраз күтіп отырады. Оны жазса жазды ғой, мейлі, жазбай, кей кезде жазбай да қалады. Ендігі сіздермен бөлісетінім, ол менде шаш күтімі. Шаш күтіміне мен қазір бұрынғыдай өте көп нәрселер алмаймын. Мынаны бұрын алған болатын, 1-2 жылдай болып қалды негізі қолданып жүргеніме. Кейбір кезде қолданбай қаламын. Көбінесе енді шашыма жағып жүремін, өйткені бальзам қолданбаймын шашыма. Тек қана ұшына ғана жағам бұны да, өйткені шашым шатасады. Қанша дегенмен де шаш шатасады по-любому. Бұның срок өтіп кеткен шығар деп ойлаған болатын, бірақ енді срок өтпеген екен, әлі де 2006-ға дейін жарайды екен негізі. Егер де таусылып жатса, басқа түрінен қолданып көретін боламын. Ендігі кезекте сіздерге көрсететін бұл менде тарақ, шашым су
кезде осы тарақпен тараймын. Негізі шаш су кезде мүлдем тарақпен тарамау керек дейді. Білмеймін, өзім уже тараққа үйреніп қалғандықтан осы тарақпен жақсылап тарап аламын. Одан кейін шашымды осы фенмен кептіремін. Менің енді фенім осы бұрыннан келе жатыр. Қанша жыл болды менімен келе жатқанына. Бұл мен не істемедім. Уголокта да осымен кептірген болатын. Інілерім бұрында жаңағыда үйге қыдырып келген кезде жаңағы нәскилерін жуып қояды. Сол кезде кеппей қалған кезде срочно достар келген кезде осымен нәскилерін де кептіріп алатын. В общем, бұл не көрмеді. В общем, сөйтіп уголокта кептіріп жатқан кезде жаңағыдай істемей қалды, мүлдем істемей қалды. Мен ойладым күйіп кеткен екен деп. Содан кейін біраз күннен кейін қайтадан қолданып көрсем, қайтадан істеп жатыр. Сөйтсем қызып кеткен кезде мүлдем істемейді екен бұл фен. Ары қарай да қолдана бердім. 3 режимі бар, жаңағыдай әлсізде, одан орташа, одан кейін қатты. Енді Алмат қолданып жүр. Алмат екеуміз бірге қолданамыз. Даусы да ондай қатты, бір ашты емес, нәзік, сондай әдемі, сондай керемет фен. Бұл енді бізде жаңағыдай Қытайда жасалған, негізі сыртында Oriflame деп жазылып тұр. Бұл фенді негізі мамам берген болатын. Енді мамама кім берген білмеймін. Енді бұрындары бір Oriflame'де істеген біреу берген болу керек енді. Сонымен үйге алып келдім. Бір жылдай қолданған жоқпын. Бір жылдан кейін барып уже қолдана бастадым. Бұның арасында да фендер болды, бірақ олар тез бұзылып қалды да қайтадан осыған оралатын негізі. Бұмен қалай солай әйтеуір не қылсаң да қолдансаң да бұзылмайды. Бір жақсы жер сол да. Өзі кішкентай, шапшағын, қолың да талмайды. Бұрын бір үлкен фенге қатты қызыққаным бар еді, соны алғым келіп жүрген болатын. Одан кейін ойланып қалдым, лучше осы кішкентай жақсы деп. Алматта қолданады, өйткені оның да шашы ұзын, міндетті түрде кептіру керек. Енді менің шашым уходы осы ғана, пока ештеңке алып жатқан жоқпын, ешқандай уход жасап жатқан жоқпын. Шашым қатты түскен болатын, сонымен бір шампунь алдым, корейский, сонымен пока жуып жатырмын. Ол шампунь өте қатты үлкен, негізі 1000 мл, анау маған енді 3-4 жылға жетеді, өйткені мен шашымды күнделікті жумаймын. 2 күнде бір жуып тұрғандықтан маған көпке жетеді. Жалғыз ғана өзім қолданам, Алматта детский, папамызда өзінің шампуны бар. Енді видеом аяғына келіп жетіпті. Видеомды аяғына шейін көргендеріңізге көп рахмет. Кездескенше.